Қайырлы күн, құрметті көрермен қауым. Біз өзіміздің кезекті рухани сұхбат атты бағдарламамызды бастағалы отырмыз. Бүгінгі біздің қонағымыз кешегі социалистік еңбек ері Шірікүл Қазанбаева анамыздың қызы Жұмаділдаева Әсия Жұмаділдақызы. Қош келдіңіз, аға. Қош көрдік өзіңізді. Алтынның сынығы дейді, асылдың тұлпардың тұяғы дейді. Сізді мынау ел құрметтеп, анамызды ел құрметтегеннен кейін өзіңізді де құрметтейміз. Өйткені алтын жұлдызды өзіміздің кеудемізде жарқыраған 9 баланың анасы Әсия апамыз бүгін біздің қонағымызда. Апа, мынау қазіргі таңда өзі адам ғұмырымен баламен ғұмырлы дейді ғой. Сондықтан да бала өмірдің мәні. Өзіңіз енді осы 9 бала таптыңыз. Ағамыз екеуміздің білгеніңіз, мынау Қаракөл қой сатқызы болғаннан кейін қаншама жұмыс жасадыңыз. Осы еңбек жолында қандай қызмет атқардыңыз? Сол жөнінде айтып өтсеңіз. Жылдан бастап Медетбек ағамызбен бірге отан құрған екенсіз, шаңырақ құрған екенсіз. Содан бастап Қаракөл қой сатқызында жұмыс істедіңіз ба? Жұмыстар қиын болды ма? Не істедіңіздер сол кезде? Суық, жазда ыстық, соның бәріне төзіңіздер. Onu ötüzesіздер ғой. Сондай жұмыстарда мен мәшинемен тазалаймыз. Мәшине тазаласа, қолмен тазалаймыз. Осы Шірікүл апамызды өзінің ерен еңбегімен, маңдай терімен, социалистік еңбек еріне жеткізу оңай емес. Соншама көкшел тракторист айдап, ең бірінші тракторды темір тұлпарды бағындырған сол Шірікүл апам еді. Анамыз туралы, анамыздың тәрбиесі туралы не айтар едіңіз? Тәрбиесі туралы не айтамын? Бәрімізді тәрбиеледі, жұмысқа тәрбиеледі, ананы істеңдер, мынаны істеңдер деді. Енді осы жұмысқа келіп, бәрімізді дайындап қоямын, мынаны жабамын. Жаңағы менің өмірдегі балам ойбай, әйел жақтан мынаны қайтарып үйдеп жаба береді. Ондай енді қайтыс өтіп қоймады. Сондай еңбекке үйретті ғой сізді. Жалпы өзі апамнан Әсия және Әсем деген екі қыз, сәкен қазір отанда ғой енді бауыры. Енді мен ойлаймын, осы еңбектің барлығы мынау тәлім тәрбиеден, тектіліктен таралатын шығар деп. Соншама қиын кезеңде осындай бірінші күміс алқалы, мынау күміс алқалы орден кітапшасы, орденге ие болдыңыз, өзіңіздің көкірегіңізде тұр. Бұл кезде өзіңіз 7 бала тәрбиелеп, одан кейін 9 бала тәрбиелеп, алтын жұлдызға ие боласыз. Осының барлығы осы аға екеуіміздің, Медетбек аға екеуіміздің еңбегіміз. Енді үлкен ұлымыз қазір 60-тар шамасында болу керек, ал енді кіші ұлымыз ең кіші нешеде? 7 жас кіші ғой одан. Ең кішкентай ұлыңызды айтамын.
де олай жылымыз елу жаста. Мінекей 80-ге 80-дің сеңгіріне шығу деген оңай емес шығар апа. Аяқ-қолыңыз сырқырай ма, бұрынғы бейнеттің зардабын тартып жатсыз ба, жоқ әлде балдарыңыздың қызығы арқылы еш жеріңіз ауырмай ма, айта отырсаңыз. Қазір жақсы, енді мысалы балдар көрсем жақсы болып қалады. Енді әйтеуір жұлқарың есінде отырмыз, дәлдесінде. Бәрі нақты балдарым. Қазір 2 ұл 5 қызыңыз бар. Әр қызыңыз әр қияда, ұлыңыз ұяда. Сондықтан да әр ұлдарыңыз келіп сізді ұстап жатқан кезде бір мақтайып қалатын шығарсыз. Жаңада Антыбеков телефоннан апа сізді көргенде жаңа осы руханиятқа келатқан кезде апам тіріліп кетті ма деп ойладым. Менің өзім көлікпен түсіп жатқан кезде апамды көргендей болдым. Сіздің соншалықты ұқсастығыңыз енді сол апамның өзінен айнымайсыз. Ол да бір тектілік қой деп ойлаймын. Ал енді апа, балдарыңыздың бәрі жұмыс жасай ма, оқығаны бар ма? Оқығандар оқуды тастап, бәрі жұмысқа кетті. Сол өзіңіздің еңбегіңіз жолыңызда, аға екеуіңіздің еңбек жолыңызды қуды ғой. Қыздарыңыз ше? Қыздарымдар енді өздері жұмыстарды істеп жатыр, күнделікті бала шағасын тәрбиелеп жатыр. Бізде қазақта неше немерең бар, неше шөберең бар деп сұрамай, жаңа шөбереңіз бірге келіп жатыр. Санын айта аласыз ба? Санын білмеймін. Бірақ көп десеңізші. Иә, енді 9 баладан болғасын көп болады ғой. Шөберенің өзінен, ал немерені санамағанда. Мінекей қандай, бақыттысыз ба апа? Бақыттымын. Шүкір. Осылардың ортасында отырмын. Менен басқа кім бар бақыттымын. 80-ге келіп қалдыңыз, ақжаулығы кірлемеген осындай Әсия апамдай аналардың қазіргі таңда еңбегін осы жастарға үлгі болса екен деп жатырмыз. Апа енді бір-екі сұрақ қояйын. Жалпы өзіңіз өмірде келгеннен кейін өтірік айтып көрдіңіз ба? Иә. Кейбір осындай шынайылықтың арқасы ғой таза болып адамдардың жүруі деген. Өтірік айтқан өрге баспайды дейді. Анаңыздың да тәрбиесі бар шығар, әкеңіздің де тәрбиесі. Бір ауыз өтірік айтқан. Анам өтірік айтқан. Мынау ағайындардың бәрінен араласып тұрасыздар. Аға неше ағайын деді? Ағайын. Төрт ағайын. Қазір сол еңбекшіде ғой көбісі. Абысын ажындармен бәрінен ажырасып келгендеріңіз араласып тұрасыздар ғой. Иә. Қолыңыздан іс беріп келетіндер не істеп едіңіз? Түкті келем, тақты келем, тиіз басу деген сияқты. Тиіз басу, жаңағы жазираның үйінде тоққа келеміз. Қандай әдемі. Жазира қызыңыз ба? Жаңағы үйінде бір тақыр келем бар, ол да. Анамның жасаған қол еңбегі өмір бақи ұрпақтан ұрпаққа келетін нәрсе. Ол деген келді. Ал енді қазіргі таңда сол кілем тоқитын қыздарыңыз бар ма? Кілем тоқитын қыздар жоқ қой. Апа, енді біз өзіміз осы шелде туғанға мақтанамыз. Сізде солай шығар. Жалпы өзіміздің шелі ауданы басқа аудандармен салыстырғанда ерекше сияқты. Осы ерекшелігін айта өтесіз ба өзіңіз? Қай жері ұнайды? Жалпы өзіңіздің туған жеріңізде тағы мынандай болса екен деген арманыңыз бар ма? Біздің жеріміз тіпті жақсы ғой. Қай жерде болса да берілер, сауықтатпай жақсы. Бұндай емес, бәрі өзі істей береді. Иә. Енді қайтеміз өзіміз барлық жұмысты істедік. Қазір заманда отырмыз, жастарға сенесіз ба? Елдің
болашағы, елдің келешегі, осы елдің тыныштығын орнатып отқан аталарымыздың жолын қуып келе жатқан осы жас жеткіншектер біздің өмірімізді әрі қарай жалғайды деп есептейміз. Апа енді жаңа айтып жатырмыз, ауылда өзіміздің бірге құрдастарымыз, бірге жұмыс жасаған азаматтарымыз қалды ма? Сол кездегі құрдастарымыз. Атын атай аласыз ба? Білмей дегеніміз бар. Өзімнің ғаламаты деген бар. Bizim aslında kaynağını var onun. Aslında kendisi de ama yani şartları Көршілермен қатысасыз ғой. Бұрын апа көршілермен екі ортада есік жабылмайтын. Қазір қалай? Қатысып тұрасыздар. Бірақ орта жабылған. Бұрын анау жыңғыл қора бар кезде екі ортада есік болатын еді деп айтып жатқанымыз ғой. Апа, жалпы мынау қыздарыңыз алыста ма, жақын жердеге кеткен ба? Bence Жақында ма? Біреуге қалады. Жылына бір рет демалып тұрасыз ба, демалдыра ма балдарыңыз? Қай жерлерге барып тұрасыз? Неге барып? Қызылордада жаңағы шалқия барып. Қызылордаға барып. Айсұлу деген сіңлімге барып. Бар деген балалар берді. 80-ге келсеңіз де өзіңіз отырып, өзіңіз жүріп тұрасыз. Үйде енді апа газет оқисыз ба? Кітап оқисыз ба? Иә, дұрыс айтасыз. Апа қазір осы әлеуметтік желі деп айтамыз, соны ұстайсыз ба? Соны ұстаймын. İşte aktarıp anamlalarını görüyorsunuz o жаңалықтарды. Мінекей 80-ге келген апамыздың жаңалығы. Әйтпесе қазіргі кісілерді көбісі ұстамайды, кейбіреулері. Бірақ 80-ге келіп, ондай сіздің зеректігіңізге таңғалып жатырмыз. Мен сөйлесіп тұрмын. Дұрыс болған екен. Немерелеріңіз тәтті ғой, шөберелеріңіз. Иә. Шөберелеріңіз еріп кетті ғой. Иә. Шөберелеріңіздің аттарын аласыз ба? Ұмытпай жатсыз ба? Şöbürelerin Айтып жібересіз ба? жаңағы ақылмет Айта беріңіз, айта беріңіз. Бәрін ажыратып өзіңіз айта бересіз ғой бәрін. Әрқайсының орны бөлек. Бегас деген балаңыз бар. Сіздердің еңбектеріңіз, байқаласа осы жарықты көрдіңіз. Ана ертелеубек деген 77 жасында кетті де, 77 жасқа ол кісі де, ол кісінің жасы да 77-ге келіп кетті. 19 жылы. Өзі айтты ма? Бұрын ауырған. Енді апам 19 жылы туылды да, 1919 жылы туылды. Қазір апам бойынша 107-ге кетті. Жылда қадам оқып тұрасыздар ғой. Апамды айтып сізге, осы Шыргүл Қазанбаева апамның қызы сізден сұхбат алайық деп келген жан-жақтан тілшілер келіп жатыр ма сізге? Келген жоқ па? Келіп тұр ма? Өзіңізді көргенде сол апамды көргендей болатын шығарсыздар. Мен Aslında ünlüde yürüyüşte yakın sonunda almış. Apamмен мен әңгімелескен кезінде апам анасына айтты. Маған
Mақтаныш малдар кидім деді трактор аяғында. Тізесінде үлкен қылып теріден қалта тігіп берді деді. Сол теріге қалта тіккенде алдында балдарыма бидай урам деді. Сол бидайды бір уысын бір қалтама, екінші уысын екінші қалтама салып алып тіземе деді. Ал енді балдарыма дастарханды жайып, сіздер ғой енді балдарым. Балдарыма дастархан жайып, бидайды сеуіп кешке дейін теріп жеп отырсын, ашқанмасын деп деді. Есіңізде ме ондай кезде? Иә. Сөйтіп өзім трактор рөліне отырып, ер азаматтардың ол кезде соғысқа кеткен барлығы, қтз тракторын ең бірінші айдадым деп апамның айтқан әңгімелері есімде әлі. Сол қиын еңбектен мінекей үлкен жеңіске жетіп отыр. Апа енді жаңа Қаракөл жөнінде шамалы айтып өтсеңіз, өзіңіз еңбегіңіз қиындау болды дедіңіз, бірақ сол қиыншылықтың ішінде бір қорланған кезіңіз болды ма, ауыр еңбектердің кезінде бір естелік ретінде Қаракөл тазалауында барлығымыз Қаракөл тазалады. Енді оны қиын жұмыс. Әбден жүріп білесің. Дамыл ішіңе қалмай қаптан безготпен тазалайды. Оны бір түзесін ағады. немен тазалайсыздар? Шүкпен ба? Жоқ. Отырып айранмен. Қолмен. Теріні қатырған кезде айранмен нете қатырады дейтін еді ғой. Олымыз қатырғанда соны кетеміз ғой. Неменен шөпімен шөпмейміз. Шөпімен шөптеп қарап, ішінде сыртын тартқан еді. Тазалаймыз. Есіңізде ме бір теріні қаншадан алатын еді? Bir tane 40 tane aldım. Bunların işingerike varmak gibi. Götürdüğünden kayıttan ekip, kayıttan kazanıp kayıttan değil. Her zaman götürüyorum. Ағада бірге қасыңызда болды ғой. Балдарыңыз да сол жұмысты жасады ма? Ең бір қызық кезең, күлдіргі кезеңдер есіңізде қалған бар ма? Осы уақытқа дейін көріп айтып Мен келгенше әйелдермен назы жауап етін дайын. Сегіз сағат болса 7 жаста. Ойбай қаттан істедім, маған көрсін, апа сенен көздерін істеп атырмын деді. Маған 8 салдың ба десем, салдың 8-дан үйден бәрі. Сөйтіп есімде шамасын дегенде екіншерін бұтауға береді. Екеуі өзі сау болады. 7 жасар қыз. Сөйтіп менен көрген ғой, нағжара. Болмақтан табағынан жабады ғой. Сөйтіп бір күні шамалы кетіп, апамнан бір бардың шоғын, бір қойын, ештеңе алмас деп, қаттақта дейін деп, адам өтіпші. Сол қызыңыз нешеде апа? Бір айтады. 60-да келді. Немересі бар қолында отыр. Мынау руханият деген рухани орталық қой. Кітаптарға оқиын дедіңіз. Қандай кітаптарды оқығаныңыз есіңізде бар ма? Өмір жолында көп кітаптарын оқып. Шағын да оқып. Есіңізде оқисыз. Ал енді мынау осы шиеліге анда-санда келіп тұрасыз ғой. Қазір шиеліде қала сияқтанып кеткен. Жарық, асфальт керемет. Өзіңіз көріп жүрсіз. Аралап көрдіңіз ба? Барып балдар көрсетті ме машина аралап? Көрсетті ғой. Енді барып оған бара. Бала дегеніміз бар, оған барды. Астанада жаңағы жойқыз арасында үй бар, онда да бар. уақытпен санасасыз ба? Денсаулықта санасаңыз. Енді мынау адамдар өкініш болады ғой. Соны кешіре алмайтындай өкініштеріңіз жоқ па? Ата-анаңызды ренжіткен кезіңіз болды ма? Қандай жағдайда? Сол анаңыздан үйрендіңіз ғой бәрін. Балдарыңыз өзіңізді өкпелетті ма? Қуантқан кез көп. Қандай тамаша. 9 бала тауып, олардың әрқайсысының жол сілтеп олар
Jika jauhnya dia kembali pada itu. So, ini bahkan jika mana jangan syurga mana kita studi syurga studi belajar apa. Lepas apa studi mana istinya mati. Dia besar dengan dia. Jika jalan apa nak apa kalau kita sudah mereka sudah pasang. Ini akhirnya sudah dia apa namanya. Jadi jangan apa yang ada banyak Ini bana da miskin adam. O kurtuluyor oradan önce ben şey şuradaki tübüleri çok bir nasıl kalmıştı bu şu an söyle. Çünkü ben arşa başı istiyorum bu ya. Yollar bir korkmam da. Bu yayıncılar mı? Bir çünkü korkma yolda evet. Hiç yaşanmazsan zozu elbise diyor. Artık kadar çıkıyor. Жыланға негізі тиіспе деп айтып жатады ғой қазақта. Тимесе тиіспе басына ақпен шығады. Енді ол бір жағынан әруақ шығар, бір жағынан апамның жолының бақыты шығар. Ол да қандай шын қандай жақсы. Әкеңіз қандай өсиет айтып отыратын еді? Әкем істеген олардан да өте жаман жатынан да айтып рахметін айтып біреу істеген айтып рахмет істеткен деп Apa әрбір аудан әкімі келген сайын шіркіл апаға жаңағы өзінің сәлемін беріп кетеді. Барып батасын алып кетеді. Сол сияқты бірнеше аудан әкімдері болып жатыр. Солардың ішінде есіңізде қалғаны бар ма? Иә, Нұрбек Мәшбекұлы. Облыс әкімі болғаннан кейін де келіп жатыр ма? Бірге қандай қызмет. Сіздің алғысыңызды батаңызды алды ғой. Қазір балаңыздың қайда екенін білесіз бе? Жоқ, Нәлібаев жаңағы Нұрбек Мәшбекұлы келіп кетті деді ғой. Қазір ол кісі жоғарыда Астанада министрлікте келді. Сіздің батаңыздың қабыл болғанын бір шеті сол шығар деп ойлаймын. Иә. Ол кісі келіп батасын алып кетеді деді ғой өзі. Иә. Şükür Allah'a. Ал енді бір жағын неге дегеніңізді айтып жатырсыз. Біздің Қазақстандық аңшылар даңқын көтеріп жатыр аспанға. Сол неге дегеніңіз? Туралы айтып берсеңіз. Индонезияға барып бірінші орын алды деп жатыр. Иә. Бегас баламыз. Қазақстан бойынша. Одан кейін. Индонезияға барып тағы бірінші орын алып келді, иә? Жеңімпаз. Күрестен. Қазақ күресінде, иә? Әлем чемпионы болды. Мінекей қандай қуаныш. Осындай қуаныштарыңыз көп болмай ма? Видео ма? Апа, қыздарыңыздың бәрі оқу орнын, жоғарғы оқу орнын бітіріп, барлығы мұғалім екен. Қандай керемет. Ал енді келініңіз мектептің директоры болған екен Қосендіде. Ол да өзіңіздің тәрбиеңіздің ұштығы деп есептейміз. Енді Аңшата деген шаруа қожалығында қызыңыз бар екен ғой. Иә, ол қызыңыз малмен айналысады, иә? Иә. Төртінші қыз күйеуі енді Аңшата шаруа қожалығын ашқан. Аңшата шаруа қожалығын көрсетіп кетті ме? Ол қызыңыздың неше баласы бар? 2 немересі бар. Балдары? 5-6 бала.
5-6 balası var ya. Şükür Allah'a deymiz koy apa. Endi bu mavsumda alınır tadırgıda oңай емес. Hazır кейбір айтпады, ой дронмен бағады, астарында жек деп айтады. Бірақ әр малдың өзінің еңбегі бар. Бағу қабыл кезіндегі. Енді сол ұл қыздарымыздың рахатын көріңіз апа. Қандай асу tez gelirse giderim. Жақсы адамның ашуы шайырауға кеткенше деген. Соншалықты еңбектің бейнетін көрдіңіз. Одан кейін мынау әкімшіліктен, мемлекеттен алған құттықтауларыңыз бар ма? Жыл сайын келіп тұрады ғой. Үкіметке ризасыз ба? Апа? Ауылда әйелдер кеңесі, ақсақалдар кеңесі, ардагерлер кеңесі деген болады. Сол кісілерді шараларға шақырып тұратын шығар. Мектеп бар, клуб бар деген сияқты. Қандай бақытты анасыз. Енді біз сізді құрметті осы өзіңіз жол жүріп кеткен екенсіз, соны күттік сізді. Апам келсін, апамнан бір сұхбат алсақ деп. Мынау жастарға не айтар едіңіз? Жастарға не айтар едіңіз? Өтірік айтқанда, әйтеуір бала шағаның тәрбиелеп өсіріңдер, шамалыңдар, асыңдар, асыңдар дейміз. Мынау менің қызым. Қандай жұмысты өзі істейді. Сол жерде оған несіне апарып қандай өз жайлауында жақсы. Жайлауда ма? Жайлауын көрсеткені бар. Жақсы Апа, өзіңіз армандап қанша жас жасағанын атасыз? Бір кісілер айтады, мен анау 120-ны көріп жатамын. Соған жететін сияқтымын деген әңгімелер айтады. Алланың берген, өлшеп берген өмірі, өзі сол тілегіңізді Алла беретін шығар. Балаларға, осы келешек жастарға өзіңіздің батаңызды беріп жүрсеңіз аға. Балаларым дендері сау болсын, бақытты болсын. Ана осылардың бақытын тілегі бәрі бақытты болсын, дендері сау болсын. Не деймін, дендері сау бәріне бақытты бола беріңіз. Дендері сау жүре беріңіз. Әумин. Апа, алғын уақытыңызды бөліп, осы біздің сұхбатқа келіп жатсыз. Өмір жолыңыздың барлығы өлім жатыр. Оның өзінің Медетбек аға екеуіңіздің өмір сүрген кезіңізде қиындық сезімдердің өзін айтқыңыз келмей жатыр. Соның өзі тәрбиелік қой деп ойлаймын. Өйткені анаңыздың анадан еңбегін көрген кезде сіздің де еңбегіңіз осал болған жоқ. Сондықтан да осы еңбектің жемісін енді әрі қарай ағасыз болса да өзіңіз көріп, бала шағаңыздың қызығын көріңіз. Осындай сұхбаттарға келіп сізге уақытыңызды бөліп келгеніңізге рахмет айтамыз. Жаңа шөберенің санын санамайды, 17 шөбереде барсыз. Ал енді немереңіз одан 2 есе шығар, бірақ енді шөпшек көруіңізге тілектеспіз. Сіздің ақ-батаңыз қабыл болады ғой деп ойлаймын. Сондықтан да сіздің мынау деніңіздің саулығы, өміріңіздің ұзақтығы біздің тілегіміз. Жастарға берген тәрбиеңіз қабыл болсын. Сізге көп рахмет айтамыз. Құрметті көрермен қауым, бүгінгі біздің қонақта болған Мәдина қызы Әсия апамыздың 80 жасқа келгендегі сұхбатын көріп тамашаладыңыздар. Апам әлі ашылмай отыр. Апам көп нәрсені айтпай жатыр. Енді мен ойлаймын, күзде апамды тағы да шақырып, өзінің қызықты әңгімелерін айтып береді ғой деп ойлаймыз. Сонымен бүгінгі Қызылорда облысы Шиелі ауданы руханияттағы рухани сұхбат атты бағдарламамызды аяқтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз есен болсын.